Сәлем достар, бүгін біз хоопонопоно жайлы айтатын боламыз. Хоопонопоно практикасы медитацияны. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Хоопонопоно дегеніміз не? Хоопонопоно ол гавайлық сөз. Қазақшаға аударғанда қатені түзету деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздің өмірімізді өзгертетін принциптерге негізделген ежелгі практика. Біз барлығымыз өмір барысында қандай да бір ұстанымдарға сүйенеміз, және ол үнемі қайталанады. Хоопонопоно тілінде айтсақ ол воспоминание, яғни жадымыздағы естеліктер, жадымыздағы ақпараттар десе де болады. Осы жадымыздағыны біз әдетте ата-анамыздан мұраға алдық. Ал ата-анамыз өз әке-шешесінен осылайша ғұмырдың бастауына дейін жадымыз апарады екен. Хоопонопономен практика жасау не береді бізге? Оңай практикасына қарамастан, хоопонопоно өте зор күш-қуат бере алады. Ол ішкі күшке ие. Біздің ішкі дүниеміз бен сыртқы әлеммен қайшылықтарымызды шешуге көмектеседі, даналыққа жетелейді. Хоопонопоно өмірімізді өзгертуге ықпалы бар, қиындықтарды жеңуге көмектеседі, өзімізді шектейтін ұстанымдардан арылтады. Осы тазарту практикасын пайдалана отырып, сіз өміріңіздегі керек емес барлық қоқыстан арылып, сізге лайықты өмірге қол жеткізе аласыз. Сіз сұрайсыз, бұл қандай сонда жұмыс жасайды деп. Енді бұл жерде Хью Лен деген доктор туралы айтып өткен жөн болар. Доктор Хью Лен, ол осы әдісті қолдана отырып, психиатриялық аурухананың пациенттерін емдеп шығарады. Ол пациенттерді көрмеген дейді. Тек олардың медкарталарымен таныс болған, солармен жұмыс жасаған. Әрине, бұл көп түсініспеушілік тудырып, доктор жайлы газеттер жазып, теледидарда көрсете бастайды. Бұған қалай жеттіңіз дегенде доктор Хью Лен былай жауап береді. Мен оларды емдемедім. Мен өзімнің оларға әсерін тигізген қай тұсым соны емдедім. Оларға әсер еткеннен, осы сәтке жеткеннен соң өзімді емдедім дейді. Бұл ең ашық жауап еді. Хоопонопононың негізі ол біздің өмірімізде болған, болатын барлық жағдайларға өзіміз жауаптымыз соны білдіреді. Біз тек жетістіктеріміз бен сәтсіздіктерімізге ғана емес, сонымен қатар басқалардың да жетістік, сәтсіздігіне жауапкершілік артады екенбіз. Бұл дегеніміз, егер біреуде мәселе болып, біз ол туралы білетін болсақ, білсек, онда біз ол үшін жауапкершілік артуымыз керек дегенді білдіреді. Бірақ абайлау керек. Хоопонопоно ол сізді кінәлі сезіндіру емес, жауапкершілік алу деген сөз. Ол өзіңді кінәлау деген емес. Хоопонопононың негізгі концепциясы ол адамның бар болмысы ішкі дүниеден бастау алады дегенді ұғындыру болып табылады. Біз барлығымен уақыт пен кеңістіктен тыс біргеміз. Мүмкін бұл біреуге қабылдауға қиындау болар, бірақ біз бүкіл ғаламшардан тұратын қуаттың көзі боламыз. Егер сіз расында бұны ұғына алмасаңыз, өміріңізде ең кіші атомнан бастап бүкіл ғаламға дейін өміріңіздің әр тұсын жаңарта аласыз. Хоопонопоно практикасы қалай жасалады? Егер біз өз табиғатымызға үңілсек, онда өз таңдауымызды ішкі шабытымыз бастау алатынын сеземіз. Ішкі мен, ішкі дауыс бастау алады. Бұл жағдай тұрақты түрде тазартудың нәтижесі.
Бұл үшін құрал хоопонопоно практикасы болып табылады. Және бұл практика әркімге де қол жетімді. Ол үшін хоопонопонода 4 басты фразаны қайталап айту керек. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Осылайша бізге бар болғаны қайталау керек. Бұл тек барлық жағдайда жауапкершілік алып, осы 4 сөйлемді қайталау керек. Біз өте өкінішті дегенде, біз өкінетінімізді мәлімдейміз. Өткенге немесе болып жатқан жағдайға өкінетінімізді айтамыз. Сосын айтамыз, кешірім сұраймын. Біз өткен жадымыздағылар үшін қорқыныштар мен ұстанымдарымыз осы мәселеге жеткізгендіктен оны түзеткіміз келеді. Сондықтан да кешірім сұраймыз. Үшінші, мен разылығымды білдіремін. Жоғары менімізді еске алып, оған разылығымызды айту маңызды. Төртінші, әрине жақсы көретінімізді айтамыз. Осылайша ғаламдағы бар жоғарғы да таза вибрацияларды танытамыз. Бұл деген махаббат, әр нәрсені өзгерте алатын махаббат. Бұл мантраны қалай пайдалану керек? Дәстүр бойынша мантраны мейлінше көбірек қайталау қажет. Жұмысқа барар жолда, үй тірлік істеп жүріп, демалып отырып, кез келген жерде, кез келген уақытта қайталауға болады. Ең тиімді практика ол медитация кезі болмақ. Өйткені медитация кезінде бізде жоғары мен контакт қалыптасады. Сондықтан да мантраның күшін мәселелерді шешу үшін көбірек белсендіре аламыз. Бұл медитацияны жағдайдың жақсаруын сезбегенше күнде жалғастыра береміз. Мүмкін бұл сөз сіздің өмір салтына айналдырасыз, әдетке айналдырасыз. Өзіңіз ойлаңызшы, қандай керемет күшке иесіз, және соны қалай пайдаға асыра аласыз. Бәрі де сіздің қолыңызда. Өзіңіз ойлаңызшы, еш қателіксіз өмір. Негативтен арылдыңыз, жаман ниет ойдан құтылдыңыз, ештеңе қорқыныш жоқ. Сіздің денсаулығыңызға, өміріңізге еш қауіп жоқ. Қандай ғажап. Бәрінен бұрын әр күніңізге бақытты екеніңізді сезінесіз. Осылайша өміріңізде ғажаптар бола бастайды. Сонымен бастайық. Мантрадан жақсы эффект болу үшін құлаққа наушник кисеңіз болады. Өзіңізге ыңғайлы жерді таңдаңыз. Жайғасыңыз, көзіңізді жұмып, денеңізді бос ұстаңыз. Терең дем алыңыз. Мұрынмен терең тыныс алғанда жүрек тұсына концентрация қойыңыз. Бұл ниетіңізді бүкіл ғаламға таратуға мүмкіндік береді. Сізді мазалап жүрген мәселеңіз туралы ойлаңыз. Мүмкін ол реніш шығар, жағымсыз, өткен ойлар шығар, ауру болар, немесе өзгеріс жасағыңыз келген бір мәселе болар. Ол туралы ойға алыңыз. Қандай сезімде екеніңізді сезініңіз. Тағы да терең 3 рет дем аламыз. Енді менімен бірге қайталаймыз. Дауыстап айтсаңыз болады, немесе ішіңізден сыбырлап айтсаңыз болады. Өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін.
Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін. Өте өкінішті. Кешірім сұраймын. Мен разылығымды білдіремін. Мен сені жақсы көремін.